келесі тақырыбымыз Абай адал еңбек адамы. Бала Абай мен әкесі Құнанбайдың қарым-қатынасы туралы не айтасыз? Біз көбінесе бала Абайдың әкесі Құнанбаймен қарым-қатынасы, әке мен баланың қарым-қатынасы жайында Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман-эпопеясы арқылы білеміз ғой, таныс болдық. Онда бірден Құнанбайды қатал, қатыгез, сонда қайтпас мінезі қатал адам ретінде суреттеп, сол жаңағы Қодар мен Қамқа оқиғасы кезінде жазушы өзінің қиялынан бала Абайды әкесіне қарсы күш ретінде көрсетіп сипаттайды. Енді әрине ол жазушы Мұхтар Әуезовтің өзінің шығармашылық еркіндігі болғанменен бұл бала Абай мен әкесі Құнанбайдың арасындағы қарым-қатынасқа әдеби қиянат деп есептеуге болады. Себебі бала Абай қазақ ортасында өскен адам ғой. Сосын әкесі, шешесі, ата, әжесі бар, олардың тәрбиесі бар. Сондықтан бұл кезде мынау қазақтың жалпы менталитетіне, жалпы өзінің қазақи тәрбиеге қарағанда Абайды әкесіне қарсы қою деген дұрыс шешім емес еді. Себебі біз қазір көркем әдебиет болғаннан кейін көбінесе сол Мұхтар Әуезовтің роман эпопеясы бойынша көз алдымызға келтіріп отырамыз. Ал шынына келген кезде Абай бала кезінен атасы Өскенбай, әжесі Зеренің қасында тәрбие көрген бала. Әкесі Құнанбай Қарқаралыда 1849 жылы аға сұлтан болып сайланады. 1850, 51, 52 жылдары ол кісі Қарқаралыда аға сұлтандық қызметін атқарып жүрген кезінде жаңағы бала Абайды мұсылмандық оқуға оқытып дайындай бастайды. Бұнда екінші қырынан қарап отырсаңыз, бала Абай, тіпті 13 жасындағы бала Абай әкесіне қалай қарсы шыға алады. Ол бала мен әке ғой. Соның өзінің өлеңі басында айтпаса әке жарлық деп, ақыл жарлық деп. Яғни бұл өзінің әкесінің ақыл жарлығымен өскендігін көрсетеді. Жаңағы жазушының шешіміне қарсы өзінің Абайдың сөзін дәлелдері ретінде ұсынамыз. Бала Абай экономикалық жағынан, шаруашылық жағынан, тұрмыс жағынан ол тәуелді адам ғой. Ол әкесіне қарсы шығатын болса, оны Құнанбай бір күн қасында ұстап отыра алмайды ғой. Енді ол бала Абай қайда кетеді? Абай бала шәкірт дегенде, мұнда бала деген сөз, негізі бала деген сөзіміз баяғы заманнан келе жатқан құқықтық заңдық термин. Бала деген оны қызметкер деген сөз. Мынау заңға 1822 жылғы Сібір қазақтарын басқару заңында жазылған аға сұлтан өзінің туысқандарының ішінен өзіне көмекші сайлай алады деп. 1858 жылы 1855 жылы Абайды Семейге медресеге жібереді. 1858 жылы Абай Семейден 3 жылдық оқуын оқып келеді, ауылына қайтып келеді, Құнанбай әкесінің қасында жүреді.